Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге Lemon Mall Marketplace деген не? Соның таныстырғым келіп отыр. Соның басқа маркетплейстерден айырмашылығын түсіндіріп өткім келіп отыр. Мысалға қараңыздар, Temu, Wildberries, Amazon, Pinduoduo сияқты үлкен маркетплейстер бар ғой. Сол жерде біздер тек қана клиентпіз. Біз Wildberries'тің немесе Temu'дың приложениесін жүктеп алып, сол жерден өзімізге керек нәрсені заказ беріп аламыз. Болды. Ал Lemon Mall Marketplace'і айырмашылығы, біз бұл жерде партнер бола аламыз. Бұл Lemon Mall Marketplace'і Қазақстанда жалпы СНГ елдерінде алғаш ашылып жатқан маркетплейс. Енді қараңыз, бұл маркетплейстің айырмашылығын айтып өтейін сізге. Бұл жерде ине жіптен бастап автозапчастьке дейін болады. Құрылыс материалдарына дейін, жалпы өміріңізге не керек, соның бәрі де болады дейді. Және тағы бір айырмашылығы, басқа маркетплейстерден 5-10 есе арзан болады. Және салмаққа төлемейсіз, жеткізу тегін. Каргасы өзінен болады. Ол дегеніміз, мысалға мен өмірімше сауда жасап жүрмін. Гуанчжоу қаласынан мысалға соңғы кездері мен былғары чистый кожа сумкалар әкеліп сатып жүрдім. Енді қараңыз, сіздерге түсінікті болу үшін, мен мысалға 100 мыңға товар заказ беретін болсам, үстіне завес, доставку, закарка деп жүргенде маған жеткенше 60-70 мың жағдай, кейде жағдай несіне қарай, салмағына қарай 100 мыңның үстіне қосылатын еді. Ал енді бұл жерде, бұл маркетплейстің айырмашылығы, салмаққа төлемейсіз, жеткізу тегін. Керемет емес пе? Мені сауда жасап жүрген адамдар жақсы түсінеді деп ойлаймын. Бұл ең бірінші кереметтілігі де айырмашылығы. Және де Lemon Mall Marketplace'те өзінің собственный бренді болады дейді. Мысалы, iPhone, Samsung сияқты өздерінің бренді болады ғой. Сол сияқты өзінің бренд электроникасы болады дейді. Даже линия одежды болады дейді. Мысалы, Adidas, Nike сияқты бәріміз де білеміз. Бренд товар қай кезде де сапасы жоғары болады. Енді екінші, бұл жерде 3 түрлі товар болады. Біріншісі собственный бренд, екіншісі басқа да Қытай өндірушілері. Осы басқа да Қытай өндірушілерден біз өзіміз тікелей партнер бағасымен ала аламыз. Маркетплейстегі бағада емес, партнерский бағамен ала аламыз. Үшіншісі местный производитель. Местный производитель бұл жеке өндірушілер. Мысалға, сіздің өзіңіздің бір қандай да болса өндірісіңіз болса, мысалға сіз біріне тігетін боларсыз, болмаса бір қол өнеріңіз бар ма, сумка тігесіз ба. Мысалға, біздің Ақтауда азғантай нелер бар, бір заводтар бар да, например, пакет, жағдай, пластик шығаратын. Сол өзінің жеке өндірісін осы маркетплейске қойып, СНГ елдері бойынша жағдай сата алады. Керемет емес пе? Тек Ақтауда емес, тек Қазақстанда емес, бүткіл СНГ-ге маркетплейске қойып сата аламыз. Және де мұның тағы бір айырмашылығы, склад Қазақстанда болады. Мысалға, СНГ елдерінде бұл ең бірінші Қырғызстанда, одан Қазақстан, Өзбекстан, Россия, Таджикистан, осы 5 мемлекетте осы алдағы 27 жылға дейін барлығын ашып боламыз деп жатыр. Қырғызстанда осы мінекей майда полный версиясы ашылады. Қырғызстанға негізінде 2024 жылы келді, 2025 жылы бұлар пробный версиясын жағдай бастады, енді осы майда полный версиясын бастайды. Пробный версия дегеніміз, енді маркетплейс ол кішкентай магазин емес аша қоятын, өйткені ол өзінің каргасы болады. Мысалға, бұл жерде склад Қырғызстанда болады. Ертең біздің Қазақстанда ашылған кезде склад Қазақстанда болады. Мінекей қандай жағдай біздерге выгодно, біздерге тиімді. Өйткені біздер мысалға Temu'дан басқадан заказ берген кезімізде, біздер оны, мысалға мен өзім жағдай 1688 заказымды ай жарым күтетін едім. Temu'дан әрі кетсе бір 15-20 күнде келетін еді. Ал бұл жерде сіз қолыңызға 3-4 күнде қолыңызға алатын боласыз заказ берген товарыңызды. Өйткені склад Қазақстанда болады. Маркетплейске тек қана Қазақстандағы складта не бар, соны қояды. Бұл жерде 5 миллион наименование товаров болады. Жаңа айтып өткен инежіптен бастап автозапчастьке дейін болады. Және де біз бренд товар ала аламыз. Собственный Lemon Mall'дың брендін біз партнер бағасымен ала аламыз. Керемет, е? Енді тағы бір ерекшелігі, біз бұл жерде партнермыз ғой. Партнер ретінде пункт выдачи аша аламыз. Товарларды таратып отыратын пункт аша аламыз. Мысалға, сіз білесіз, осы мына Ақтауда, жалпы басқа да қалаларда көп жерде Wildberries, Temu, солардың пункт выдачалары тұрады. Сол жерге барып, сіз заказ берген товарыңызды барып алып кетесіз. Сол сияқты бұл жерде партнер болған адам өзі пункт выдачи аша алады, және де пункт выдачи ашқаннан
бұл 5-3% компания оған ақша төлеп отырады. Не үшін? Өйткені компания сіз партнер болғаның үшін сізді тегін оқытады, қалай пункт выдачи ашу керек екен, қалай системаға кіру керек екен, сізді системаға кіргізеді. Мысалға сіз Каспи тағы бір жерден заказ беретін болсаңыз, пункт выдачи таңдаңыз деп тұрады, солай емес па? Сіз аласыз да өзіңіздің микрорайонға жақын, үйіңізге жақын пункт выдачи болса, соны таңдайсыз. Сол жерден барып алып кетесіз. Немесе Каспиден, например, постамат таңдайсыз, солай емес па? Сол сияқты бұл жерде де сізді системаға енгізеді, сіздің пункт выдачиді қояды, сізден талап бар болған сізден 40 квадрат метр өзіңіздің зданиеңіз болу керек, болмаса арендованный болса да болады. Сіз сол товарды тарата отырып, сізге компания 5-3% ақша төлеп тұрады. Ол қалай? Мысалға товар заказ берген адам үлкен ауыр, мысалға бытовая техника, запчасть берген болса, онда ол кісінің товар оборотынан сізге компания 5% төлейді. Мысалға 100 мыңнан 5 мыңда. Ал енді ол кісі уақ-түйек, жеңіл киім-кешек заказ берген болса, ол кісінің товар оборотынан компания сізге 3% ақша түсіріп тұрады. Мысалға пункт выдачи ашу негізінде өте тиімді. Мысалға мына Валберес пункт выдачиларын адамдардың айтуы бойынша айына бұлар жақсы табыс табады, миллиондап табыс табады. Ал енді тағы бір мүмкіншілігі, сіз сілтеме тарату арқылы жақсы ақша таба аласыз. Табыс көзін келіп тұрады сізге. Өйткені компания осы маркетплейс ашылған кезден бастап компания біздерге 1 айма немесе 3 айма уақыт береді сілтемеңізді таратуға. Енді қараңыз, сіз партнер болдыңыз. Не үшін партнер болдыңыз? Лимон Мол маркетплейсін сіз халықаралық деңгейге жеткізуге біз партнерлар көмектесеміз. Мысалға, біз партнер болып тіркелдік, және де ертең біз тегін сілтеме тарату арқылы біз маркетплейс Лимонға миллиондаған клиентская база жинап береміз. Бұндай жүйе шетелдерде бұрыннан бар. Біздің СНГ елінде бірінші рет болып тұр. Біз бұған қуансақ та болады, өйткені бұл біз үшін қуанышты жағдай. Өйткені маркетплейс СНГ елдерінде бұрын ашылмаған. Енді қараңыз, сілтеме тарату қалай? Компания сізге 1 ай немесе 3 ай уақыт береді сілтемеңізді таратуға. Сіз сілтемеңізді таратасыз. Сол сілтемені таратқан кезде бұл сілтеменің ішінде жазылып тұрады. Егер де сіз мен сілтемемен кіріп, осы Лимон Мол маркетплейсін тегін жүктеп алып, сауда жасайтын болсаңыз, сізге алғашқы 4-5 товарға 90% жеңілдік беріледі дейді. Және де компания 12 ай бойы лотерея ұтыс ойын ойнатады. Ол жерде главный приз автомобиль. Ай сайын 12 ай бойы автомобиль ұтыс ойын ойнатады. Және де басқа да лотерейный билеттер, басқа да приздер болады. Енді қараңыз, сіз сол сілтемені таратасыз, көптеген адамға таратасыз, сілтемеңізді. Ол сіздің бірінші денеңіз болады. Бұл кісілер сіздің сілтемемен кіріп, Лимон Молын жүктеп алып, сауда жасайтын болса, осы кісілерден сізге компания 3% табыс көзін түсіріп тұратын болады сіздің шотыңызға. Енді қараңыз, сіз бір адамға ғана таратпайсыз ғой. Енді біздің қазақта тумалас, туыс, жекжат, құдағай, құдаша, құда бала деген сияқты көп қой бізде қазақта. Енді қараңыз, жақсы, сіз тіпті мыңдап ссылка таратпай қойыңызшы, сіз 100 адамға таратты дейік та. Енді бұл сіздің автоматически сіздің клиентская база болып, сіз компанияға партнер болып тіркелген кезде сізге электронный кабинет береді. Сол кабинетте сіздің ID номеріңіз болады, сіздің QR кодыңыз болады, сіздің тарататын сілтемеңіз болады. Сол сіздің кабинетке бұл кісілер өмір бойы клиентская база болып тіркеліп қалады. Бұл кісілер басқа адамның сілтемемен кірсе де, олар уже кіре алмайды. Бір рет сіздің сілтемеңізбен жүктеп алған адам, осы сіздің сілтемеңізбен ғана кіріп, сізге өмір бойы 3% доход әкеліп тұрады. Енді қараңыз. Бұл кісілерге де компания сілтемені ары қарай таратуға стимул береді. Бұларға да осындай жазылып тұрады. Егер де сіз осындай, например, 5 адамға или 10 адамға таратсаңыз, мынадай затты в подарок аласыз деген сияқты, осы бәріңіз де білетін шығарсыз, Инстаграмда ашып қалғанда темада сөйтіп тұрады да. Сол сияқты сілтемелер болады. Бұл кісі не істейді? Бұл кісі екінші адамдарға таратып бастайды. Ал енді қараңызшы, алғашқы 100 адамға таратпай қойсыншы, 5-5-тен адамдарға тарата қойсыншы, сонда сізде уже екінші линияңызда 500 адам болады. Қараңызшы. Бұл екінші линияңызда сіздің автоматически клиентская базаңыз болады, және де
бұлардан сізге 2% компания сізге осылардың товар оборотынан ақша түсіп тұрады. Өмірінше осы маркетплейс істеп тұрғанша, осы кісілер қандай да болса сауда жасайды, сізге содан 3%, 3%, 2% товар оборот келіп тұрады. Енді қараңыз, бұл адамдарға да осындай бір сілтеме тарататындай стимул болады. Бұл адамдарда үшінші линияға таратады. Бұл үшінші линиядан сізге 1% келіп тұрады. Бұл енді 1% дегенмен, бұл енді шексіз кете береді ары қарай. Бұл сіздің үшінші линияңыз, одан 1% келіп тұрады. Сонда қараңыз, бірінші линиядан 3, екінші линиядан 2, үшінші линиядан 1. Барлығы 6% өміріңізше сізге пассивный доход келіп тұрады. Енді біреулер айтады, компания, маркетплейс не соншама өмір бойы партнерларға ақша төлейді деп. Бұл біздерге жайдан жай төлеп отқан жоқ. Біз компанияға неше миллиондаған осындай сілтемені тегін тарату арқылы біз маркетплейске клиентская база жинап беріп отырмыз. Мысалға, осы маркетплейстің президент айтады, сіз 100 адамға таратпай ақ қойыңызшы, сіз 20 адамға таратқанның өзінде де сіздің өміріңіз шоколаде болады деп айтып отыр. Өйткені бұлар маркетологтар есептегенде минимум адамға ең аз түсті дегенде күніне 50 мың 100 мың түсіп тұрады дейді. Керемет емес пе? Күніне сол осыншама мүмкіндіктің бәрін аласыз. Пункт выдачи аша аласыз, өз бағасымен товарды аласыз, тегін, салмаққа төлемей, доставкасы бәрі тегін, және де өзіңіздің өндірісіңізді бүткіл СНГ бойынша сата аласыз. Сілтеме таратып, өмір бойынша пассивный доход таба аласыз. Бұның бәрі сіз бір-ақ рет өміріңізде карта сатып алып істейтін нәрсе. Ал енді мен тек маркетплейс ашылғанын күтіп отырмаймын, мен оған дейін де ақша таба аламын десеңіздер, бұл маркетплейс мысалға екі түрлі доход түрін мысалға ойластырып қойған. Адам бір-ақ рет карта сатып алып, тек қана пункт выдачи ашып, өмірінше товарын өз бағасымен алып, және де сілтеме арқылы нормальный ақша тауып отыра беруіне болады. Адам тіркемей, товар сатпай. Бұған дейінгі айтып отқан мүмкіндіктерімнің бәрі де команда жинамай, карта сатпай, табыс табатын мүмкіндіктер. Ал енді бұл маркетплейсте басқа да ең күшті мүмкіндік бар. Бұл кәдімгі акционер болып, апта сайын дивиденд алып отыру. Компанияның 100% товар айналымынан 49%-ын осы компаниядан акционер болып шыққан адамдардың арасында бөліп береді. Бұл жерде маркетинг планы өте жеңіл. Менің командама келіңіз, бір видеоға бәрінде айтып түсіндіріп сыйғызу мүмкін емес. Қазіргі кезде менің командам Астанада, Ақтөбеде, Оралда, Қарағандыда көп команда бар. Егерде менімен бірге табысқа шығамын, акционер боламын десеңіздер, менің жекеме жазыңыздар. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, видео ұнаса лайк басыңыздар. Жалпы бұл жерде әр қазақ осы бизнес орынды алып қоюға міндетті деп ойлаймын. Бұл бизнес біздің Қазақстанға алғашқы рет келіп жатыр. Және де карта сату, партнер жинау, бұл деген шектеулі. Осы 2026-ның аяғына дейін ғана карта сатылады. Аяғына дейін ғана тек сіз партнер бола аласыз. Ал одан кейін маркетплейс ашылғаннан кейін сіз 100 миллион берем десеңіз тіркеле алмайсыз. Өйткені басқа шетелдерде де осылай маркетплейске партнер жинаған. Біздің мақсатымыз сілтеме арқылы осы маркетплейске миллиондаған клиентская база жинап беру.